Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Сіз қор нарығында табыс табуға ешкім сізге кепілдік бермейді. Сіз соны түсінуіңіз керек. Мұнда біреулер активтерін көбейтеді, ал басқа біреулер соны жоғалтып алуы мүмкін. Сізге тек салқынқанды есептеу керек, және өзіңізге ғана сену керек. Сарапшыларды тыңдау керек, көпшілікті бақылап отыру керек. Бірақ оны өзіңіз талдап, тек өзіңіз үшін ғана шешім қабылдаған дұрыс. Ал егер бір адамдар қазір осынша ақшаны салсаң, инвестиция көмегімен тез арада 2 есе, 5 есе, 10 есе табыс таба алатын дейтін болса, ол алаяқ. Осындай тіпті одан да көп табыс табуға болады, бірақ ұзақ мерзімде ғана. Алаяқтар күн сайын өздерінің кәсіби дағдыларын жетілдіреді, психологиялық тренингтерден өтеді, бағдарламаларын жаңартады. Инстаграм, Телеграм және де басқа танымал әлеуметтік желілерде және мессенджерлерде танымал блогерлардың парақшаларын клондап, өздерінің қызметтерін ұсынып отырады. Мысалға, YouTube желісінде Сесенбай Марғұланның жарнамасы жиі шығатын болып кетті. Инстаграм желісінде Батырхан мен Әлибектің клондары да көбейіп кетті. Оны ажыратуға болады, бірақ кейбіреулер үшін ол қиын. Каспий, Казмунайгаз компанияларының жарнамасын жүргізетін алаяқтар жарнамасы көбейіп кетті. Олар белгілі бір соманы салып, оны бірнеше есе көбейтуді ұсынады. Жаңадан бастағандар үшін бұл жарнама өте тартымды болып және көрінуі мүмкін. Және алаяқтардың тұзағынан бір ғана көмекке бөліп тұр. Сонымен қатар, ешқандай лицензиясы жоқ жалған брокерлар да бар. Азаматтардың қаржылық қызметті тұтынушылардың құқықтарын қорғау мақсатында агенттік жосықсыз қызмет белгілері бар ұйымдар және ішінде іс-әрекеттері Қазақстан Республикасының азаматтарының шағымдарына байланысты келіп түскен ұйымдар бойынша ақпараттық тұрғыда бір тізім шығарған. Тізімге 121 субъект кірген. Оның ішінде қаржы пирамидасының белгісі бар 56 ұйым және 65 лицензияланбаған инвестициялық делдал енгізілген. Актуален тізімді Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің сайтынан көре аласыздар. Тіпті КСН-нің немесе AX-тың да атын жамылып инвестиция жасауды ұсынатын алаяқтар да бар. Телефон арқылы хабарласатын алаяқтарды айтпай-ақ та қояйын. Қазір алаяқтар жасанды интеллектті қолданып бастады. Deepfake бағдарламасын қолданып, мысал ретінде Қазақстанның вайнері Сека Вайнс Тоқтарбек Серғазының ескі бір видеосын алып, айтып жатқан сөздерін ауыстырып, алаяқтар көптеген азаматтардың ақшасын жымқырып кетті. Неге? Себебі түрі таныс адамға сену оңай. Ал сенгіш адамдар арамызда өте көп. Өкінішке орай. Уақыт өте келе күн сайын жасанды интеллект қатты қарқынды дамып келе жатыр. ChatGPT деген чат бар. Тура бір адаммен сөйлесіп жатқан сияқты боласың. Жазған сұрақтарыңа адам сияқты жауап беріп отырады. Қалаған сұрақтарыңа жауап береді. Өзің қазір банктерге жазсаңыздар, сол жасанды робот сіздерге жауап беретінін білесіз ғой. Жаңағы Deepfake бағдарламаларынан тағы да. Ал енді мына бір 2 минуттық видеоны қарап көріңізші. Сәлем мама, сәлем папа. Бұл мен Айла. Яғни бұл менің цифрлық нұсқам. Жасым кішкене үлкейген кезі.
Қазіргі технологиялар неге жеткенін таңғаларлық емес пе? Бар керегі бірнеше фотолар. Сіздер әлеуметтік желілерге салып жүрген сияқты. Ал бұл суреттерді кез келген адам алып қолдана алады. Мен білемін, бұл суреттерге жай ғана естелік қана екенін. Бірақ басқа адамдар үшін бұл фото ақпарат. Ал мен үшін бұл қорқынышты болашақтың бастамасы болуы мүмкін. Болашақта бұл суреттер ұрланып та кетуі мүмкін. Өмірімде жасалмаған заттар үшін түрмеге түсіп қалуым мүмкін. Папа, елестетші, менің атымнан көптеген кредиттер алып тастауы мүмкін. Мама, елестетші, сені алдауы мүмкін, мен даусымды қолдануы мүмкін. Мама, өтініш, маған шұғыл ақша жіберші, мама, өтініш. Мен мектепте көптеген күлкі болатын сайқымазақ болғым келмейді. Өзіңе қол жұмса, бейшара сұмырай. Мен бұны бар ниетіммен қаламаймын. Сіздер ашық желілерде салып жүрген фото және видеолар менің қалдырып жатқан цифрлық ізім сияқты. Сіздер мені жақсы көретіндеріңізді білемін. Мені ешқандай жамандыққа қимайтындарыңызды білемін. Сенімдімін. Сол үшін өтінемін, мама, өтінемін, папа, менің цифрлық құпиялығымызды қорғаңыздаршы. Міне, сіздің күнде Инстаграмда, ТикТокқа салып жүрген фото видеоларыңыздың бір-екеуін алып, осындай видео жасау қазір қиын емес. Сізге бауырыңыздың, жарыңыздың, қызыңыздың немесе ұлыңыздың телефон соқса, тіпті видеоға шығып тез арада ақшаға керек, жермесең оған бір нәрсе болады деп жалт тұрса, сіз не істейсіз? Бар айтқанын жасайсыз. Өзіңіз ол кезде тек жақыныңызды тез арада қиын жағдайдан құтқарып қалудан басқа ештеңе ойлай алмай қаласыз. Бірінші айтарым, қандай жағдай болса да өзіңізді тоқтатып, мен не істеп жатырмын деген сұрақ қойыңыз. Сізге психологиялық давка жасалады. Сол кезде сіз сразу түсінуіңіз керек. Бұл жерде бір шикілік бар. Міндетті түрде жақын адамыңызға хабарласып көріңіз, ақылдасып көріңіз, мамандарға жүгініңіз. Асығыс қабылданған шешім жақсылыққа алып келмейді. Алаяқтарды тану үшін, олардың приемдарын, амал тәсілдерін білу үшін желіде деген, на линии деген 2001 жылғы Корей фильмін көруге кеңес беремін. Сонымен қатар менің сүйікті актерларымның бірі Рүстем Омаров басты рөлді сомдаған отандық алаяқтар мошенники сериалын міндетті түрде көріңіздер. Міндетті түрде. Сонымен қатар, үшіншіден, биылдан бастап жұмыс жасап жатқан Еговтың 6 ай мерзімге дейін банктік несиелерді, микрокредиттерді алудан ерікті түрде бас тарту функциясын міндетті түрде қосып қоюларыңызды сұраймын. Бұл функция сіздің атыңыздан жамылып, кредит алатын алаяқтардан қорғай алады. Егер бір несие алу қатты керек болып жатса, бірнеше минутта бұл шектеуді қайтадан алып тастауға болады. Ал төртіншіден, және бағанадан бері жақындарыңыздың суретін алып, жасанды интеллект көмегімен видео жасап сізді алдап кетпес үшін социалдық желілерге сурет салуды дұрыс шешім емес деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, подписка жасап, қоңырауды басуды сұраймын. Себебі солай қазақша контенттің көбеюіне және өз отандастарымызға финанстық сауаттылықты дәріптеуге мүмкіндік пайда болады.